Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арнайы оқытуда түзетушілік жұмысты қамтамасыз ету жағдайлары. Мазмұны бойынша ПМПК-ның қорытындысы негізінде ерекше білім алу қажеттілігін бағалау және мектептегі психологиялық педагогикалық қолдау көрсету бағыттарын анықтау бойынша жұмыс кезеңдері. Екінші, психологиялық педагогикалық қолдау көрсету мамандарының оқушыға көмек көрсетуі. Бірінші кезең бойынша оқушы оқыту және оқытудағы қиындықтарды сипаттау туралы ақпарат жинайды. Яғни ПМПК жолдамасы бойынша психологиялық және дене дамуы бұзылған бала сыныпта оқыған жағдайда мұғалім мен мамандар сыныптағы сабақтар мұндай оқушының оқу мен мінез құлқындағы қиындықтарын зерделей отырып бірден бақылауға кіріседі. Әр маман бір апта ішінде баланы бақылайды. Сабақта бірінші бақылау әдісін қолдану маңызды болып табылады. Өйткені баланың сыныпта табысты оқуға мүмкіндік бермейтін ерекшеліктерін анықтау қажет. Бала туралы қосымша бірақ маңызды ақпарат алу үшін мұғалім ата-аналарға сауалнаманы және коммуникативті төлқұжатты толтыруды ұсынады. Осы кезеңде мамандар туралы ақпарат ата-анасымен әңгімелесу және сауалнама жүргізу әдістерін пайдалана отырып жинайды. Сабақтардағы баланың бақылау, ата-аналармен сауалнама жүргізу және әңгімелесу нәтижесі алынған деректерді талдай, қорыту, оның негізінде оқытудың басты қиындықтары туралы болжамдарды қалыптастыру және тереңдетілген тексерудің тиісті бағыттары мен әдістерін таңдау болуы тиіс. Екінші кезеңде оқушыны тереңдетіп және бағыттап зерттеу, яғни әрбір маман қажетті әдістерді, әдістемелерді, тесттер мен тәсілдерді пайдалана отырып психологиялық, логопедтік, арнайы педагогикалық зерттеулер жүргізеді. Оның нәтижелерін тексеруде хаттамалар енгізіледі. Психолог психологиялық тексеру хаттамасын толтырады. Арнайы психолог оқу қызметі компоненттерінің жағдайын бақылау хаттамасын толтырады. Тексерудің барлық түрлеріне қойылатын басты талап сыныптағы баланы оқыту қиындықтарының сипаты мен есептерін анықтауға бағыттау болып табылады. Осының негізінде бірінші кезеңде қалыптасқан оқыту қиындықтарының сипаттары мен себептері туралы болжамға сүйене отырып, маман тексеру пәні ретінде баланың даму аймақтарын, оның ішінде баланың оқу үлгеріміне әсер ететін психологиялық функцияларын немесе сөйлеу тілінің даму жақтарын ғана таңдайды. Мысалы, егер психолог пен логопед сабақ кезінде бақылау және ата-аналармен әңгіме сауалнама жүргізу барысында балада есту, сөйлеу аппаратының өңдеу қиындықтарын және көру арқылы есте сақтау мен жазу мәселелерінің жоқтығын анықтаса, онда оларды тереңдетілген тексеру фокусына баланың есту, сөйлеу, назары мен жадының, яғни фонематикалық есту қабілеті мен сөйлеу тілінің түсінуінің ерекшеліктерін тексереді. Бұл кезеңде маман тексеру мақсатының соңы бұл баланың барлық психикалық функцияларының, білімдерінің, іскерліктері мен дағдыларының, мінез құлықтары мен эмоциялық ерекшеліктерінің формальды сипаттамасы ғана емес, олардың жағымсыз сипаты мен дәрежесін анықтайды. Сондай-ақ оқудағы табыстылыққа да оң әсер етуін айқындайтын болады. Мұғалім білім мен іскерлікті нақты меңгеру деңгейін, сондай-ақ оқу бағдарламасын меңгерудегі проблемалар дәрежесі мен сипатын анықтау мақсатында барлық пәндер бойынша оқу жетістіктерін критериалды бағалауды жүргізеді. Осы жұмыстың нәтижелері бойынша оқушының қиындықтары анықталған оқу пәндері бойынша жетістіктері туралы карталарға толтырылады. Мұғалім сондай-ақ оқу жоспарында оқушының қалауын белгілеуі тиіс. Әрбір тексеру барысында маман, мұғалім баланың әлсіз және мықты даму жақтарына ғана емес, сонымен қатар баланың оқуда табысты болуы үшін
бойындағы бар ресурстарын анықтайды. Тексеру нәтижесінде әр маман мен мұғалім балаға мінездеме жасады. Барлығына бірдей форма толтырады. Мамандар мен мұғалім балаға бір параметр бойынша мінездеме береді. Барлық өзінің кәсіби көзқарасы тұрғысынан қарастырады. Оқу пәндері бойынша бағдарламаны меңгеру дәрежесінің сипаттамасын тек мұғалім мен арнайы педагог береді. Үшінші кезең бойынша бірлесіп, яғни мамандар, мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар ерекше білім беру қажеттілігі мен психологиялық педагогикалық қолдаудың мазмұнын анықтау, оқыту қиындықтарын талқылайды. Қолдау көрсету қызметінің бірлескен отырысында мұғалім әрбір маман балаға өзінің ұстанымы бойынша мінездеме береді. Оқытудың қиындықтарын сипаттайды. Олар пайда болу себептері мен механизмдері туралы өз пікірлерін білдіреді. Баланың мүмкіндіктері мен күшті жақтарын ашады. Бұл кезеңде оқыту қиындықтарының сипаты мен себептері туралы болжам, оқыту қиындықтарының түрлерін, яғни себептерін анықтау түріндегі соңғы қорытындысын жасайтын болады. Қосымшада оқытудың негізгі қиындықтарына қысқаша сипаттама беріледі. Мәселен, жұмысқа қабілеттілігінің төмендігі, іс-әрекетінің еркін реттеу, жоспарлау, бақылау жеткіліксіздігі, сөйлеу, есту аппаратының өңдеуі, көру және көру кеңістіктерінің ақпараттылығы. Төртінші кезеңде анықталған білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтитын психологиялық педагогикалық қолдау көрсетудің жеке бағдарламасы құрастырылады. Қысқартылған немесе жеке оқу бағдарламалары арнайы оқыту әдістері, психологпен, логопедпен, арнайы педагогпен жеке дамыту бағдарламалары мұғалімге, ата-аналарға берілетін ұсыныстармен нақтыланады. Бесінші кезеңде мониторинг пен қолдауды іске асырады. Психологиялық педагогикалық көмек көрсету қызметінің әрбір маманның жеке дамытушылық жұмысының басты мақсаты баланың құрдастарымен бір сыныпта оқуға және өз мүмкіндіктеріне сәйкес оқу бағдарламасын меңгеруге көмектесу үшін барлық мүмкіндіктер жасау. Мамандардың міндеті дамытушы жұмысты өз әдістері мен тәсілдері арқылы, соның ішінде қысқартылған білім беру бағдарламасын меңгерту үшін зиятының, сөйлеу әлеуетінің, коммуникативтік және жеке дамуының жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуі енеді. Қорыта келе, арнайы мектепте білім икемділік меңгеру мен дағдыларды қалыптастырудағы қиындықтарды көптеген жағдайларда балалар дамуындағы кемістіктерге тәуелді болады. Бұл жерде арнайы шараларды қолдау қажет. Білімді меңгеру мен тәжірибеде қолданудың бірлігін сақтау, сонымен бірге оқытудың өмірмен, тәжірибелік іс-әрекетпен байланысын қамтамасыз ету қажет. Меңгерген білімді іс-тәжірибеде пайдалану үшін әрекет маңызды болып табылады. Осыған байланысты арнайы мектептерде білімді қайта жаңғыртуға және білім мен практикалық іс-әрекет барысында анықтауға бағытталған түзету құралдары мен тәсілдерін пайдаланады. Сонымен арнайы мектептегі оқыту процесі жалпы мектептегі сияқты заңдылықтар негізінде өтеді. Бірақ та оқушылардың дамуындағы кемістіктерін, оқытудың ерекше сипатын білдіреді. Біріншіден, оқытудың барлық кезеңдерінде заттық көрнекілік бағытында әрекет жасау болса, екіншіден, танымдық әрекетке арнайы педагог тарапынан басшылық етуін талап етеді. Өйткені балалар мұғалімнің көмегін үнемі қажет етіп отырады. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.